Қамар сұлу 8 бөлім. Қорлықты зорлықпенен көрген қамар, амалсыз бәріне де көнген қамар. Айдай әлем аузының суын құртып, арманда арсыздардан өлген қамар. Құдайға бүгін алса арманым жоқ, түк сүйген түк сақалға барғаным жоқ. Қорлықта қосыла алмай кетсем дағы, әйтеуір жүзін көрмей қалғаным жоқ. Қарағым, жатыр едім сені тосып, әуелден сүйген жарым Құдай қосып. Мұндай күйге ұшырадым ғашық достым, сақалды перғауыннан жаным шошып. Кетейін, берірек кел арыздасып, азырақ сөзіңді естіп мауқым басып. Тіріде обалымыз қазаққа ғой, Құдайым қияметте қылсын нәсіп. Санаулы қалқа жаным қалған күнім, талмаусып шықпай жатыр көрдің бе үнім. Нұрыммен өмір сүрген бір күнімнен, жақсы ғой қабырдағы мың күн түнім. Уақытым қош айтысар болды сізге, баратын әлгіде айттым жолды сізге. Мың қайтарар жаныңнан құрмалдық боп, әкелші мен берейін қолды сізге. Қайтейін, мен қимаймын шыбын жаным, ақ дүние қимағанмын едір хәлім. Сүйгенге бір қосылып, сүйсіне алмай, құртқа жем болғаның ба ғазиз тәнім. Құдай, өзің тексер көз жасымды, әділсің көріп тұрсың жас басымды. Мың шүкір бүгін өлсем арманым жоқ, көрсеттің жаным сүйген жолдасымды. Жаратқан Құдайымсың мейірбанды, асырадың рахметіңмен барша жанды. Айтайын қолым жайып тілегімді, аясаң мейірім қылып нақақ қанды. Тоқтау бер мұнан бұлай қазағыңа, шалдардың қызды салмай мазағына. Дуасы бейшараның қабыл дебең, сол үшін мен ырзалы азабыңа. Сонан соң жұрт таздырған ишанын ал, соңынан судай ақсан жөні жоқ мал. Надан сопы мөрейден айырмастан, тамұқтың дәл түбіне апарып сал. Тағы да балгер бақсы бәрінде жой, жалғыз-ақ жаны ашитын жастарды қой. Қақшаңдаған қақпас жол тағы кетсін, қабыл қыл тілегімді Құдайым ой. Қазақта қыз туған жоқ менен артық, құлпырдым 15-імде бағым артып. Майысып пісіп тұрған дір кезімде, малды шал анталады иттей тартып. Ғибрат ал мен сорлыдан қазақ қызы, түйрейтін мал мен шал саған бізі. Оңбайды бұл әдетпен қазақ халқы, бол себеп ақырында қалмас қазы. Ой дүние, арманда кеткен қыршын жанымай, қазаққа мұнан бұлай жарық көрсет, қанағат бер, Құдайым-ай деп, басын изеп қойып, ақырын айта алмай шаршап қалды. Ахмет естіген сайын өн бойы шымырлап, үзіліп кете жаздағандай болып, егіліп жылап отырып мұнан айтты. Кетібем күйік қылмай сенен қашып, шыдамай тағы келдім жаным ашып. Астында алтығырдың жүрсем дағы, өртедің шыбаурымды қайран ғашық. Сенігім отқа салған шырылдатып, қойыпты тамағыңды қырылдатып, құтырған көк төбеттей арсұрс етіп, бақсыны кім әкелген ырылдатып. Келібем көзі барда көрейін деп, көрген соң күйігіңнен өлейін деп. Шыдамай бұл қорлыққа мен отырмын, өзімді сенен бұрын көмейін деп. Артында нең боламын тірі қалып, барады ішім күйіп от боп жанып. Көрсеткен саған қорлық жауыздардан, кетермін тым құрғанда өшіңді алып. Деген кезде ана үйден нұрым есікке қарай аптығып жүгіріп келді. Келді де Ахметке дүрсе қоя берді. Тұр шық, сүйреп шығарыңдаршы, қарашы мұның сығандығын, аярлығын. Дуғаны қылып алып, сиқырлап мәне бір кісіні өлтіріп отырсың. Сөйтіп монтансығаның сенің осының өшін алмай қоятын шығармын. Сыбағаң сақтаулы, өзің не істеп жүргенін білемісің? Бәлем осы сен кімді басынып жүрсің? Байла итті ашаға, орысқа апарып беремін, деді. Сол-ақ екен, жай отырған бақсы ұшып тұра келіп, жылынып ала жөнелді. Дерттің иесі тіпті ерегісіп етіп, міне көрдің бе? Дерт бұрынғысынан күшейіп болмасқа кеткен. Құдайдың құдіреті, жазылғанша кісі жуытпай қоя тұр деп едім.
бәрін қылып, сиқырлап жүрген залым сен екенсің ғой, деп. Тағы тұрмады, шық-шықтың астын алып, бас жоқ көз жоқ Ахметті жұлмалап, есікке қарай сүйрей бастады. Ахмет отырған жұртқа қарап: ағатайлар, бір 5 минуттай ғана рұқсат беріңіздер. Өзімде шыққалы отырмын. Тым болмаса, біраз арыздасып, көңілімізді басалық, деп жыламсырап, ғұзыр қылды, жалынды. Сол арада тағы Нұрымның: арыздасатын мұның несі еді, ауыр етті, байла, деген даусымен Қамардың: жан достым, қайда кеттің? Менен қаштың ба? Көзіңнен жөнелт, деген даусы қатар естілді. Үйдегі кісілер Ахметке: шырағым, бағанадан беріңде жетті, шыға ғой, Нұрекеңнің ашуы басылсын, деді. Бақсы: шыға ғой деп жалынатын не бар? Мұны да бірдеңе ерегістіріп тұр. Дәдесін қолына берейін деп жүгіріп келіп, дырау қамшымен Ахметті ал кеп сойды. Бір нәрсені көрген кісіді екіленіп, тіпті араша беруді қойды. Отырған кісілер арасына түсіп, арашашы болса да итеріп тастап, қайтадан Ахметке ұмтылды. Апырмай, Жандармен Ахметтің неғып қол тиіп қалған білмеймін. Бүйтіп аяғын жанның деп салды пышақты бақсыға. Жығылған жерде түйіп тастап ұмтылды Нұрымға. Қолының ұшы тие-тірместе оны да қызыл ала қан қылды. Әйтеуір ортаға кісілер түсіп, тез қашып үлгергендіктен ғана өлмей қалды. Өз бетін аямаған кісі бетін шеде қылады деп, қане жалғыз адам ұстап қолына Ахметті түсіре алсынша. Көбінің ақ бетін шеде қылды. Ұстамақ тұрсын, ешкім маңайына да баспай алдына қашты. Жан тәтті, сонда да оңай ма? Ерекеніңді білейін, ер өлтіріп байқашы деген ғой. Жүректің қызуы, қанның қайнауы, жанның күйуі, ызаның тасуы шыдатпай, Ахмет мынадай іс істеп алды. Істерін істесе де, қайтерін білмей, құр айналақтап үйдің ішіне жүгіре беруден басқаны білмеді. Әбден ес шығып кеткендігі ғой, солай сандалып жүргенде, жиылып келіп қалған кісілерді көріп: қарағым Қамар, міне сенің үшін жаным, қасықтай қаным, хош, деп жүгіріп есіктен шыға берген кезде, алдынан қатармен 2 сойыл тиіп, Ахмет бұл дүниенің залым тұрмысынан ақыреттің әділ тұрмысына қарай арманда көшіп жүре берді.